Қалай ойлайсыз? 100 жасқа дейін өмір сүруге бола ма? Жапония ұзақ өмір сүретін адамдардың елі. Бұл елде 100 жастан асқан қарттар өте көп. Олар не істейді? Қандай тағам жейді? Қалай ойлайды? Бүгін сізге жапон қарияларының ұзақ және бақытты өмір сүруінің 7 құпиясын айтып берем. Тыңдап көріңіз. Мүмкін бұл сіздің де өміріңізді өзгертеді. Бірінші құпия – икигай. Жапондарда икигай деген ұғым бар. Бұл таңертең оятатын себеп адамның өмірлік мәні. Олар әр күнін бос өткізбейді. Қартайса да жұмыс істейді, сурет салады, бау-бақша қарайды. Себебі олар не үшін өмір сүріп жатқанын біледі. Екінші құпия – дұрыс тамақтану. Олар ішіп-жемге үлкен мән береді. Хара хачибу асқазанды 80%-ға ғана тойдыру қағидасы. Жапон асханасында көкөніс, теңіз тағамдары, күріш, балдырлар көп. Қант пен май өте аз. Жапондар әдетте кез келген басқа сусындарға қарағанда көк шайды жоғары бағалайды. Көк шай қан қысымын қалыпқа келтіруге, иммундық жүйені нығайтуға және қатерлі ісіктен қорғауға жақсы. Олар фитнеске бармайды. Бірақ күні бойы қимылда болады. Жаяу жүреді, үй тазалайды, бау-бақша қарайды. Тіпті 90 жастағы әжелер еденді бүгіліп жуып жүре береді. Төртінші құпия – жылы қарым-қатынас. Жалғыздық ерте қартайтатын фактор. Жапон қарттары туыстарымен, көршілермен араласып тұрады. Олар үнемі сөйлесіп, ортада жүреді. Бесінші құпия – табиғатпен байланыс. Орман ішінде серуендеу Жапон мәдениетінің бір бөлігі. Шинрин-йоку – орманмен тыныстау. Бұл жүйкені тыныштандырып, өмірді ұзартады. Алтыншы құпия – сабыр мен тыныштық. Стрессті жеңуді бала кезден үйретеді. Олар шай ішуді де арнайы рәсімге айналдырған. Медитация, тыныс алу күнделікті өмірінің бөлігі. Жетінші құпия – ризашылық. Жапон қарттары өмірге шүкіршілікпен қарайды. Бар нәрсеге риза болып, өз өмірін бағалай біледі. Ризашылық жүректі жұмсартады, өмірді ұзартады. Қорытынды. Жапондарша өмір сүру мүмкін емес. Сіз де икигайыңызды тауып, жай өмір сүріп, сабырлы бола білсеңіз, ұзақ өмір сүресіз. Ең бастысы, өзіңізді бағалаңыз. Себебі бақыт қарапайым нәрселерде.